Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге бала не себепті мазасызданып жылайды, сол туралы сөз қозғайтын боламыз. Ол үшін видеоның соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий жазып, каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Ал кеттік. Біріншіден, бала не үшін жылайды? Бала қарны ашқаннан жылайды. Бала жылап, қолын аузына салып, шыңғырып жылай беретін болса, онда баланың қарны аш. Бұл кезде бала егер емізулі болатын болса, онда ана сүтінен бөлек қосымша сүттер берудің қажеті емес. Ол смес ішетін болса, онда сместің қоспасын дұрыс емес жасағанның нәтижесінде бала аш болуы мүмкін. Осы жағдайларды дұрыс реттесек, баланың қарны онда тоятын болады, яғни жыламайтын болады. Екіншіден, бала не үшін жылайды? Бала іші ауырғаннан, яғни баланың ішіне жел қарсуы немесе ішінің кебуі, колики, газики деп атаймыз ғой. Бұл жағдайда симметикон препараттарын береміз, немесе массаж жасауға болады. Мен өзімнің қызыма ешқандай симметикон препараттарын берген жоқпын, тек қана массаж арқылы емдеген болатынмын. Массажды қалай жасау керегі туралы сілтемені төменге тастап кететін боламын. Сол массаж арқылы жасасаңыздар, ешқандай сіздерге дәрі-дәрмек қажет болмайды. Ең эффективті массаж десем де болады. Келесі, үшіншіден, не үшін бала жылайды, мазасызданады? Яғни бұл баланың складкілерін қарауымыз қажет. Қолдарының, мойнының, құлағының, шаптары, тізенің артқы жағы, және де мына башпайлары, саусақтарының араларын қарап шығуымыз қажет. Яғни бұл жерде балаларда көбінесе мына саусақтарының, башпайларының араларында киімнің түктері жиналып қалып, осы жерде олар қиып кетуі мүмкін, саусақтардың араларын. Немесе мына мойындарында, олар енді мойындары бәрі қосылып тұрады ғой, складкілермен, тізелері, шынтақтың ішкі жақтары, осыған байланысты оларда тілмелер пайда болады складкілердің араларында. Осы тілмелер ашытып баланы жылауы мүмкін. Бала осыдан жылайды. Бұл кезде баланы не істеуіміз қажет? Яғни біз ватный дискіні сулап, сол жерді сүртіп, тазартып, құрғатып аламыз. Одан кейін барып, балаға детский масло жағамыз. Детский масло болмаса, онда кәдімгі сұйық майды қыздырып, суытып барып жағуымыз қажет. Сонымен қатар бипантен мазы және де детский крем маздарды қолдануыңызға болады. Төртіншіден, бала не үшін жылайды? Баланың құлағының ауруы, яғни құлағына салқын тию. Бұл дегеніміз баланы сыртқа прогулка жасаған кезде желдің нәтижесінде баланың құлағына салқын тиеді. Яғни бұл кезде баланың құлағына салқын тиіп ауырып жатқанын қалай білеміз? Бала тыныштық жағдайда болған кезде құлағын басып көреміз. Егер де бала бұл кезде жылайтын болса, онда баланың құлағы ауырғандығын білетін боламыз. Яғни бұл кезде біз участковый дәрігерімізге немесе де лор врачқа апарып тексертуіміз қажет. Бұл кезде неше түрлі каприяларды назначить ететін болады. Келесі, бала не үшін жылайды? Яғни бесіншіден айтатын болсақ, бұл балада іш қатуы пайда болады. Яғни іш қатуы бұл кезде не істейді? Көбінесе іш өткізетін дәрілерді береді. Бұл дұрыс емес. Яғни біріншіден балаға көптеген сұйықтық беру қажет. Одан кейін барып, іш қатуды тудырып тұрған себепті алдын алу қажет. Сонымен қатар, бұл себептерден басқа тағы да бала мазасызданып жылауы. Яғни бұл көз тию болып саналады. Және де баланың өзінің мінезіне байланысты бала жылауы мүмкін. Келесі видеоны қарап өтсеңіздер болады. Баланың мойнын қыртыстарын, сонымен қатар қолтық асты қыртыстарын, шынтақтың ішкі жағын қараймыз. Одан кейін аяқтарын, яғни санның артқы жағын, одан кейін башпайлардың, саусақтардың араларын қарап шығуымыз қажет. Берген мәліметтерім сіздерге пайдалы болатын болса, лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Достарыңызбен бөлісіңіз.